Қайырлы күн балалар, бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 101 сабақ. Сабақтың тақырыбы 2 амалмен шығарылатын есептер. Сабақты бастамас бұрын ең әуелі каналға тіркеліп алыңдар. Бірінші есеп, есепті шығар. Мектепте қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала өтті? Ең әуелі қысқаша шартын құрып аламыз. Әр сыныптан 4 баладан қатысты. Қатысқан сынып саны 8. Сайыстан шығып қалды 12 оқушы, келесі айналымға өтті, белгісіз бізде. Енді шешуі, барлығы неше оқушы қатысқан білу үшін 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32 шығады. Енді бізде бірінші айналымнан шығып қалғаны 12. 32-ден 12-ні азайтамыз, бізде 20 шығады. Сонда жауабы сайыстың келесі айналымына 20 бала өтті. Екінші есеп, есепті шығар. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бір құрт неше теңге тұрады? Қысқаша шартын құрып аламыз. Негізі алғашқыда бар еді 43 теңге, тағы берді 57 теңге, сатып алды 2 құрт, бір құрт неше теңге тұрады? Шешуі, ең әуелі барлық ақшасын есептейміз. 43-ке 57-ні қосамыз, 100 теңге. Енді 100-ді 2-ге бөлеміз, бізде 50 теңге шығады. Жауабы бір құрт 50 теңге тұрады. Үшінші есеп, есепті шығар. 2 тәрелкеде 28 бауырсақ болды. Тәрелкелердің бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін 2 тәрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тәрелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды? Бізде графикалық моделі берілген. Бірінші тәрелкеде 7 бауырсақ қалған, екінші тәрелкеде 7 бауырсақ қалғаны белгілі. Алынғаны бізде белгісіз, барлығы бауырсақтың саны 28 бауырсақ. Қысқаша шартын құрып аламыз. Алынды бауырсақ бізде белгісіз, қалғаны 7 бауырсақ, барлығы бауырсақтың саны 28. Шешуі, енді қалған 2 тәрелкедегі бауырсақтың санын қосамыз. 7-ге 7 қосқанда 14. Енді қанша алынғаны табу үшін барлығы 28 бауырсақтан қалған 14 бауырсақты азайтамыз. Сонда бізде 14 шығады. Жауабы тәрелкелердің бірінен 14 бауырсақ алынды. Төртінші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Қысқаша шартын құрамыз. Дүкенге 40 қуыршақ әкелінді және машина бізде белгісіз, бірақ 5 есе кем әкелінді. Сонымен қатар 20 доп әкелінді. Барлығы дүкенге қанша машина мен доп әкелінді? Шешуі, ең әуелі машинаның санын анықтап аламыз. 40-ты бөлеміз 5-ке тең 8 шығады. Одан кейін 8-ге 20-ны қосамыз, 28 шығады. Жауабы дүкенге барлығы 28 машина мен доп әкелінді. Бесінші есеп, есепті шығар. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашында кассаларда неше билеттен болды? Қысқаша шартын құрып аламыз. Барлығы 2 кассада 800 билет болды. Сатылғаны бірінші кассадан бұл 200 билет, бірінші кассада қалғаны 100 билет. Әр кассада неше билеттен болды? Шешуі, ең әуелі бірінші кассадағы билеттің санын анықтап аламыз. Ол үшін 200-ге 100-ді қосамыз, 300 шығады. Енді екінші кассадағы билет саны анықтау үшін 800-ден 300-ді азайтамыз, бізде 500 шығады. Жауабы бірінші кассада 300 билет, екінші кассада 500 билет болған. Алтыншы есеп, есепті шығар. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды? Шартын құрып аламыз. Қазақ батырлары бізде 12 кітап, әлем ертегілері 15 кітап, 3 сыныпқа таратты бұл кітаптарды. Әр сынып неше кітаптан алды? Шешуі, ең әуелі кітаптың барлық санын есептейміз. 12-ге 15-ті қосамыз, 27.
Одан кейін 27-ні 3-ке бөлеміз, бізде 9 шығады. Жауабы әр сынып 9 кітаптан алды. 7-ші есеп сызбалар бойынша амалдарды орында. Бірінші амал бізде 32-ге 23-ті қосып аламыз, бізде 55 шығады. Одан кейін 55-тен 19 азайтамыз, 36 шығады. Екінші есепте бірінші амал 8-ді 2-ге бөлеміз, 4. Одан кейін екінші амал 4-ке 27-ні қосамыз, 31 шығады. Үшінші есепте біз бірінші амал ең төменнен бастап шығарамыз, яғни 7-ге 5-ті көбейтіп аламыз, 35. Екінші амал 86-дан 35-ті азайтамыз, бізде 51 шығады. 8-ші есеп теңдеулерді шеш. Бізде күрделі теңдеу берілген, ең әуелі күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін жақшаның ішін қосып аламыз. X азайту бізде 19 қосқанда 38 шығады. Тен 55. Енді жай теңдеуді арғарай шығарамыз. X-ті табу үшін 55-ке 38-ті қосамыз. X-тен 93 шығады. Енді тексереміз. X-дің орнына 93-ті қоямыз. Азайту жақшаның ішінде 19 қосу 19 тең 55. 55 тең 55 шығады. Екінші теңдеуді де жай теңдеуге айналдырып аламыз. 17 қосу Y-ті жазып аламыз да 47-ден 17-ні азайтамыз. Бізде 30 шығады. Енді жай теңдеуді арғарай шығарамыз. Y-тен 30-дан 17-ні азайтамыз. Y-тен 13 шығады. Енді тексереміз. 17-ге қосамыз 13-ті, тен 47 азайту 17. 30-тен 30 шығады. 9-шы есепті шығар. Анам 4 литр қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды? Қысқаша шартын құрып аламыз. Қымыз бізде 4 литр, шұбат бізде белгісіз, бірақ қымыздан 3 есе артық. Сүт бізде белгісіз, бірақ 6 есе кем шұбаттан. Шешуі бірінші амал ең әуелі шұбаттың көлемін анықтап аламыз. 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12 литр. Екінші амал 12-ні бөлеміз 6-ға. 2 литр шығады. Жауабы анам 2 литр сүт сатып алды. 10-шы есеп тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап. 6-ға 4-ті қосқанда бізде 10 шығады, 10-нан 2-ні азайтсақ 8 шығады. Келесі есеп 18-ді 2-ге бөлсек бізде 9 шығады, 9-ды 4-ке көбейтсек 36 шығады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтардың барлығы түсінікті болса, досыңа жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.